Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қараңыздар, мынау министр Шарлапаев Ресей Федерациясының азаматы. Осы бір жыл болды, Қазақстанға көшіп келді. Ресейден Путиннің адамы келіп министр болып жатыр. Қазір сол министр мынау апат аймақтарға орысша үндеу жасап жатыр. Енді қараңыздар, қарапайым қазақтар, осы видеоны таратыңыздар. Оралға, Ақтөбеге, Қостанайға, Атырауға, су басқан аймақтарға, Құлсарыға. Сіздер не істей аласыздар? Сіздер мынау арыз жазғанда, мынау компенсация алу, бүкіл құжаттар мемлекеттік қазақ тілінде болу керек. Түсінем, қиын, иә, орысша ақшаны алу үшін, бірақ бұл біздің жалғыз күресіміз қалды да. Осы бәр жерден де айырылдық, ақшадан да айырылдық, ештеңе, еңкедей қазақ, жалғыз тіліміз қалды енді. Сіздер көмектеспесеңіздер бізге қиын. Енді осы зардап шеккен аймақтардың қазақтары мынау арыз жазу, компенсация, анау соның бәрін қазақ тілінде, егерде қазақ тілінде қабылдамаса видеоға түсіріп жіберіңіздер маған. Қорықпаңыздар, жалғыз тілімізді сақтап қалайық ел болып. Хабарласыңыздар, бүкіл арыз талап, МЧС-тен келеді, мынау акиматқа аржы бәрі, егерде орысша болса, видеоға түсіріп маған жіберіңіздер. Байланыс телефоным +380 680 25 27 25. WhatsApp нөмірім. Қазақ тілі маңызды.